Қыздар сәлем, каналға қош келдіңіздер. Қыздар, мен бүгін сырные палочки дайындадым. Сырты күтірлік, іші мынандай сыр созылмалы. Кез келген сырды алсаңыздар болады, тұзды сыр болса тіпті жақсы болады, қыздар. Мен мына моцарелла алдым. Моцарелланың көп тұзы жоқ, негізі тұзды сыр алыңыздар. Өте дәмді, қыздар, небәрі бір 10-15 минуттың ішінде дайындап шығарасыздар. Оған не керек? Мінекей сыр керек. Менде 230 грамм болып шықты. Жұмыртқа керек, 2 жұмыртқа, ұн керек, және панировочный сухарики. Вот, осындай нәрсе керек. Енді бұған ең бірінші сырды алып, бұлай тураймыз. Мінекей. Иә? Міне, тура мына не сияқты, бармақ сияқты. Менің кішкентай бармағыммен бірдей болып шықты. Қалыңдығы да сондай болсын, несі де ұзындығы да сондай болсын. Иә? Мінекей. Қыздар, арнаға жазылып, кішкентай ғана қоңырақшаны баса кетіңіздер, хорошо? Сосын кейін мінекей бұлай турадық. Енді жұмыртқаны бір келкі болғанға дейін араластырамыз. Қатты, жылдам араластырамыз. Иә? Мінекей бір келкі болып шықты жұмыртқамыз. Енді бастаймыз. Сырды алып ұнға аунаттым, онан кейін жұмыртқаға аунаттым, онан кейін сухарикке аунаттым. Қайтадан жұмыртқаға, қайтадан сухарикке. Сонда мынау сыртындағысы қалың болып шығады, қыздар. Сонда әйбат болады. Қайталаймыз мінекей. Ұн, жұмыртқа, сухарик, қайтадан жұмыртқа, қайтадан сухарик. Енді қойып қоямыз. Міне осылай қылып істейміз. Морозильникке қойып қоям десеңіз, қойып қойыңыз морозильникке кішкене, тіпті жақсы. Қоймайым десеңіз, сразу бастап кетіңіз. Мінекей, қатты қызып тұрған майға өстіп салып жібердім дағы. Қыздар, негізі мына шемішкенің майы бар ғой, көбірек болғаны жақсы. Мына сырные палочки батып тұрғаны дұрыс негізінде. Сол кезде былай мен сияқты былай аудармайсыздар. Менікі батпай қалды. Мен майды аз құйып жіберіппін. Мінекей, кішкене золотистого цвета дейді ғой орыстар. Қызғылт алтын түстес болған кезде, бүйтіп аударасыз. Қыздар, мына ыстық майда көп ұстап қалып жүрмеңіздер. Өйткені ішіндегі ана сыр еріп сыртқа бүйтіп ағып кетеді, майға ағып кетуі мүмкін. Сондықтан тырысыңыздар көп ұстамауға. Міне мынандай әйбат болып сыртқы золотистого цвета алтын түстес болып шығады. Сол кезде сүзіп ала қоямыз. Майды көбірек құйыңыздар, қыздар, тағы да қайталап өтейін. Иә? Мінекей, тура осындай болып шыға келді. Мынау барлығына ұнайды. Сыр, тұзды сыр болғаны жақсы, қыздар. Моцарелладан гөрі басқадай сыр дұрыс. Мінекей, осындай созылмалы, күшті болып шықты. Бұны балалар да жақсы көреді, үлкендер де жақсы көреді. Өйткені тіске жұмсақ, сырты күтірлік. Сырные палочки деген осы, қыздар. Астарыңыз дәмді болсын, арнаға жазылып, кішкентай ғана қоңыраушаны баса кетіңіздер. Пока, қыздар, пока.